Топырлама, сен жу, өзің жу, мал. Менің видеомды көп уақыт күтіп түрлеріңіз осындай болып кетпеді деп үміттенемін. Осы видео сәл кешірек шықты және кейбір видеоларға әзіл қосу өте қиын. Мысалы, Jiraiya жайлы видеоға әзіл қосу оңай іс болмады, ал Madara жайлы видеода мүлдем әзіл болмады. Оларға қарағанда Топырлама Сенджу нағыз әзіл қалжыңға арналған кейіпкер сияқты. Әсіресе оның Учихалармен ара қатынасы жайлы тоқтамай айтуға және күлдіруге болады. Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және бүгін әзіл шыны аралас, бірақ шындығы көбірек Топырлама Сенджудің өмірін мен сіздерге көрсететін боламын. Кеттік. Топырлама Сенджу шиноби әулеттерінің тоқтаусыз соғыстары жүріп жатқан уақытта дүниеге келді. Оның ата-анасы және 3 бауыры бар еді. Алайда оның 2 бауыры шайқастарда қаза тапты. Топырлама бала кезден сабырлы және өте зерек болып өсті. Ол үлкендердің әңгімесін, олардың іс-әрекеттерін өзі бала болса да жақсы түсінді. Оның туған ағасы Хаширамаға қарағанда Топырлама арманшыл идеалист болмады. Ол шындықтың бетіне тура қарау керек деп есептеді. Топырлама Хашираманың ұзақ уақыт жоқ болып кететінін байқап, оны аңдып, ол Учиха әулетінің баласымен достасып алғанын байқайды. Сол кезде олардың әкесі Сенджу Буцума Топырламамен бірге тұзақ құрып, әлгі Учиха баланы өлтіруге тырысады. Алайда ол бала Учиха әулетінің басшысы Учиха Таджиманың үлкен ұлы Madara еді. Топырлама және оның әкесінің операциясы сәтсіз аяқталып, тұзақ орнына оларды үлкен шайқас күтіп тұрды. Сол шайқас орын алып, одан кейін де біраз уақыт өткен соң Хаширама Сенджу әулетінің басшысына айналды. Топырлама және Хаширама кішкентай бүлдіршіндер шайқастарда қаза таппайтындай барлық әулеттерді біріктіріп, соғыстарды тоқтататын елді мекенді құруға тырысады. Алайда оған Учиха әулетін басқарып отырған Учиха Madara қарсы болады. Себебі оның тірі қалған жалғыз інісі Изунаны Топырлама өлтіріп қойған болатын. Хашираманың идеялармен келіспеген Madara онымен кезекті рет шайқасқа түсіп, әдеттегідей жеңіліп қалады. Классика. Сол сәтте оны Топырлама өлтіргісі келді. Алайда Хаширама оған жол бермей, өзін-өзі өлтіруге бекінеді. Дегенмен Хашираманың осы ісіне риза болған Madara оған гүл шоғын сыйлайды. Жоқ, ол жай ғана Сенджу әулетімен татуласуға келіседі. Сенджу, Учиха және басқа да әулеттер біріккен соң Канохагакуре ауылы дүниеге келді. Өз ағасына қарағанда Топырлама барлық іске ақылмен кірісу керек деп есептеді, және бала кездегідей ол шындықтың бетіне тура қарап, оны кейде ұялтып та жіберетін еді. Қуып кеттім. Хаширама Мадараға Хокаге постын бергісі келген кезде Топырлама Хокагені сайлау жолымен таңдаған дұрыс деп шешіп, Каноханың алғашқы президенті 98% дауыс жинаған елбасы Хаширама Назарбаев болды. Білем, Сенджубаев. Окей, Сенджу. Ал Хаширама 5 ұлы нацияларға бюджеларды бөліп бергісі келгенде, Топырлама артынан ешқандай алауыздық пен артық әңгіме болмас үшін бюджеларды сатқан дұрыс, ал түскен ақшаға суши мен пиццаға тапсырыс береміз деп есептеді. Хаширама соғыстарды тоқтатты, бірақ бұл бейбіт өмір тек уақытша ғана еді. Алайда сол аз уақыттың ішінде Топырлама көлеңкелік ондар дзюцу мен Эдо тенсейді ойлап тауып, ұстаз бен 3 шәкірттен тұратын шиноби жүйесін жасап, оны сәтті жүзеге асырды. Айта кетелік, бұл жүйе болашақта да өз актуалдығын жоғалтпай, тіпті Боруто анимесінде де сәтті қолданылып келеді. Хаширама орнатқан бейбітшілік, жазғы демалыс сияқты тез біткен соң, бүкіл әлем қайтадан бір-бірінің қандарын ағызып, сирақтарын сындырып, өлтіруге көшті. Сондай шайқастардың бірінде Хашираманың 2 сирағы қатарынан сынып, ол өліп қалды. Алайда
өлместен бұрын ол Табирамаға Хокаге титулын тастап, одан Учихаларға тиіспеуін өтінді. Хокаге атанған соң Табирама өзіне Қасым Жомарт деген ат алды. Бұл әзіл. Табирама бүкіл ауылға ең алдымен әулетті емес, ауыл тағдырын бірінші орынға қоюды үйрете бастады. Алайда Учиха әулеті өз көліктерінің сыртына және киімдеріне Учиха деген жазуларды және өз тамғаларын жабыстыруын қоймады. Сол әрекеттері үшін Табирама оларды ауылдың ең шетіне көшіріп, енді оның құлағы тыныш болды. Бірақ Табирама ағасының сөздерін ұмыта қоймаған еді. Сол үшін ол Учиха әулетіне Конохада полиция қызметін атқаруға мүмкіндік берді. Алайда Учиха әулеті өздеріне берілген керемет мүмкіндікті пайдалана алмады. Мүмкін Табирама Учихаларды олардың топастығы үшін жек көрген шығар. Дегенмен шын мәнісінде Табирама Учихаларды өте қатты сыйлады, және олардың ішінде кек жолын жеңіп шыққандарды ол одан да бетер сыйлайтын еді. Табирама Конохада Шиноби академиясын ашып, тыңшылық және басқа да жасырын қызметтер атқаратын Анбу ұйымын ашты. Басқа елдер бұл институттардың тиімді жұмыс жасап жатқандығын көріп, олар да дәл соны қайталауға кірісті. Оған қоса Табирама басқа елдермен байланыста болған дұрыс деп есептеді. Ол екінші Райкагемен кездесетін кезде оны ағайынды Кинкаку мен Гинкаку шабуылдап, ол әзер тірі қалады. Алайда сәл кейінірек Кинкаку мен Гинкаку бастаған 20 шинобиден тұратын отряд Табираманы өлтіріп тастады. Артынан Табираманы Арачимару тірілтіп, ағасы екеуі Табирама шәкірті сол кездегі 3-ші Хокаге Хирузен Сарутобиге қарсы шайқасты. Сол шайқаста Хирузен мазасыз Хокагелерді Шинигамидің сасық асқазанының ішіне мөрлеп тастады, және өзі де Шинигамиге өз жанын құрбан етуіне тура келді. Және 4-ші әлемдік шинобилер соғысында оны тағы да Арачимару тірілтеді. Табирама сол соғыста өзінің Учихалар жайлы пікірін түбегейлі өзгертіп, шинобилер альянсына және Учиха Саскеге көмектесті. Дегенмен сол кездегі Нарутодағы күш балансы тым шектен шығып кеткен соң, Табирама соғыста өзін жақсы жағынан көрсете алмады, немесе оның қабілеттері басқаларға қарағанда таңғаларлықтай көрінбеді. Десек те, ол Табирама әлсіз дегенді білдірмейді, тек басты кейіпкерлердің тым мықты болып кеткенін көрсетеді. Артынан соғыс біткен соң ол өз әлеміне қайта оралды. Және осымен видеоны аяқтаймыз. Ал сен Табирама Нарутодағы ең мықты саясаткер және ең мықты шинобилердің бірі деп есептесең, онда видеоға лайк басып, астына коммент қалдыр. Ал Табираманың Учихаларды жек көруі негізінен заңды болды деп есептесең, онда арнаға тіркел. Видеоны соңына дейін көрген адамдарға көп рахмет. Сау болыңыздар, жаңа видеоларда көріскенше.